жетпей қалтасында дым қалмайды. Қазір бәрі оны өзінің басында өткен кезінде. Ал мына қымбатшылық енді қысып баратыр. Бұл бірінші рет, егер міне біздің үніміз жеткізе алсаңдар, үнімізді жеткізің. Мына заттың бәрін арзандату керек. Тек газ емес, тамақ бәрін түгел арзандасын. Әйтпесе бізге бұл жерде бар ғой біз жатып алып ойлаймыз, бұл үкімет неге соншама мына халықты қинап жатыр деп та. Бұл жерде үкіметтің ішінде отқанда адамдар болуы мүмкін. Осы халықты отқа айдап, халықты қырайын деп отқанда. Басқа не зат мынау? Құйтыр қызаңның бәрін шығарады. Келіп жылына егеміз дейді. Ой, баяғы ана қарамық бірдеңе дейтінге, сары ауру дегенге баяғы құрттай кезімізде еккеннен сол адамның өмір бойына жетеді дейді. Мына вакцинаны әкелді, 7 жылда тығамыз дейді. Ал вакцина салмасаң, жаңағыдай нелерге кірмейсің дейді. Сонда біз не отыра беруіміз керек па? Қорада қойда бауыздайын деп жатқанда тұяғын сермейді ғой жігіттер. Сендер де осы адайдың, осы Қазақстанның, осы Маңғыстаудың жігіттерсіңдер ғой. Ертең өтсең осы топыраққа жатасың. Сені ешкім өлігіңді ойбай, мына адайлар мына жерде жатқызбас деп басқа жаққа алып кетпейді жігіттер. Бәріміз осы жерде бір ауыздан сендер айтуларың керек ең бірінші. Мына халық дейді, уже тойдық. Әне айтып жатыр ғой, міне айтып жатыр ғой, әне болады шығар, міне болады шығар деп шыдап таусылды. Қазір міне Ақтаудағы мәселені, Жаңаөзендегі мәселе, барлық мәселе түбегейлі шешілмесе, біз мына жерде тұрамыз. Бұдан да көп қатын қалаш бала шағамызды алып шығамыз. Жол бітеу керек па, бітейміз. Білдің ба? Егер атыс керек па, атысуға да бармыз. Біз болдық уже, тойдық. Жетті шекамыз, шегімізге жетті мынау. Қымбатшылыққа барамыз. Ауданға керек па, ауданға, облысқа ма, облысқа барамыз. Біз уже тойдық жігіттер. Солай емес пе? Бәрінің ойы солай. Қазір міне газ қымбаттап, кеше осыдан 2-3 ай бұрын газ 70-80 теңге болғанда ауылымыздың таксисттері 1200-де жүріп жүреді, 1500-ден жүреміз деді. Жігіттер жақсы, газ қымбаттап жатыр, жүріңдер. Ал енді келіп 120 болып тұр. Ертең олар айтады 3000-дан жүреміз дейді. Қалай келіспейсің? Ол да бала шағасын асырап отқан жігіттер мысалы. Ол да осы ауылдың жігіттері. Ол такси 3000 болғаннан кейін, ол бәрінің қалтасына түседі осы жерде. Цепной реакция кетеді бәрі. Сонда біз қайтуымыз керек. Мына халық анасы аштан қырылып, болмаса бәріміз көріміз қазақта жатайық анасы. Әкеңе трактормен көміп тастаң. Басқа амал қалған жоқ енді. Мұғагөйлік жұмыс жасай алмайтын болса, мойындап кетсін. Мойындап кетсін, кеше министрге де барып айтты. Жасай алмайсың ба, кет. Жасай алмаса кетсін. Жасайтын адам келсін. Халықтың жағдайын ойлайтын адам келсін. Әкім мырза, бір ауыз әңгіме ол елдің айдайын тұрған. Үкімет басындағы адамдарға жүргізіп отқан билігіне ел қарсы. Соны жеткізің, болды. Соны жеткізің. Басқа ол ырың-дырың, газ, маз, анасы.